Қайырлы кеш әріптестер. Қазіргі кезде білім беру үдерісіндегі өзгерістерге байланысты формативтік бағалауда деңгейлік тапсырмаларды қолданудың маңызы өте зор. Өйткені қазіргі кезде бағалау ол оқушының берген жауабының дұрыс немесе бұрыс екенін анықтаумен шектелмейді. Ол әрбір жеке оқушының оқу жетістігін, білімді меңгеру деңгейін және алға қарай дамуын анықтауға бағытталған. Сондықтан да енді мен деңгейлік тапсырмалардың ерекшеліктеріне тоқталып өтсем, біріншісі ол сыныптағы әрбір деңгейде отырған оқушылардың өз деңгейінде жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Екіншіден, формативтік бағалауды нақты жүргізуге мүмкіншілік береді. Өйткені күнделікті 10 балдық жүйемен оқушы бағаланатын болса, ол өзінің тапсырмаларды орындау нәтижесіне байланысты нақты бағасын алып кетеді. Сонда бағалауда бұл жерде әділетті болады. Мұғалім мен оқушының өзін-өзі бағалауында бала өзінің жеткен жетістіктерін бағалап, білмеген тұстарын